Баршаларыңызға сәлем достар, менің ардама қош келдіңіздер. Бүгін хворс дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқамызды шағып, үстінен шым-шым ғана тұзымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылайша толықтай араластырып болғаннан соң үстінен ұнымызды електен өткізетін боламыз. Ұнның мөлшерін төмендегі описание бөліміне қалдыратын боламын. Өте қарапайым, өте жылдам болып шығады. Осылайша жақсылап қамырымызды қолымызбен илейтін боламыз. Жетпеген жағдайда кішкене осылай ұн қосатын боламыз. Жұмсақ қамырды илеп алатын боламыз. Қамырымызды толықтай илеп болғаннан соң тындыруға қойып қоятын боламыз. Осылайша біздің қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, кішкене тынғанша қоямыз. Тынған қамырымызды осылайша ұнымызды кішкене ғана мөлшерде сеуіп, қолымыздың көмегімен кішкене басу арқылы өте жұқа етіп қамырды жайып алатын боламыз. Осылайша қамырымызды өте жұқа етіп жайып алып, дәл видеодағыдай осылай қамырымызды 4 бұрышты етіп, бірді етіп кесіп шығатын боламыз. Осылайша ыдысымызға сұйық майымызды құйып, астын қатты емес, орташа етіп қойып, майымызды қыздырып алатын боламыз. Біздің сұйық майымыз қызып шықты. Енді осындай шолпымызға барлық қамырларды салып, осылай қуырып алатын боламыз. Осылайша шолпының көмегімен екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Міндетті түрде осылайша араластырып тұрамыз. Сол кезде екі жағы бірдей етіп қуырылып шығатын болады. Осылайша біздің өте дәмді хворстарымыз дайын болды. Осылайша үлкендеу ыдысымызды алып, барлық хворстарымызды салып, оның үстінен қойытылған сүтімізді құятын боламыз. Яғни сгущенканы бір банкасын толықтай құйып шыққан болатынмын. Осылайша барлығын құйып, енді қасықпен барлығын араластыратын боламыз. Осылайша біздің қытырлақ өте дәмді болып шыққан хворстарымыз дайын болды. Осылайша лопатканың көмегімен барлық ыдысымызға салып шығатын боламыз. Қалауыңыз бойынша үстінен макты немесе теркадан шоколадымызды өткізіп қойсақ та болады. Міндетті түрде осылайша сіз де дайындап көріңіз. Балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз, барлықтарыңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Каналыма тіркеліп, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз.